К2 Махмальбаф Productions ұлттық кинематография орталығымен бірлесе отырып ұсынады. Үнсіздік. Махсен Махмальбафтың фильмі. О, жаратқан, мұнараның адаспай, аман есен өз үйін тауып баруына, көмектесе көр, жалбарынам саған. Хуршет, балам? Иә, үйдің қожайыны келіп кетті. Осы айдың ақшасын төлеңдер дейді. Егер төлемесеңдер, заттарыңмен бірге далаға қуып шығам деп зіркілдеді. Айдың бітуіне қанша күн қалды, балам? Санап көрсең қайтеді? 5 күн қалды. Нан алыңыз. Нан алыңыз, әпке. Қымбат емес. Небәрі 80 сом ғана алыңыз. Мұна нан әлі ыстық. Қанша тұрады? Бар жоғы 80 сом. Сенің наның қанша? Ал сенікше? Наның қаншадан? Ыстық нан. Арзан қалыңыз. Сенің наның қанша тұрады? 70 сом. Сенің наның қанша тұрады? Өте құрғақ екен наның. Сенікі қанша? Қатты екен наның. Кеуіп қалған ба? Қанша тұрады? Тым құрғақ секілді. Сенікі де тым құрғақ. Сенің наның қанша тұрады? Кәне, қаншадан? Нан жұп-жұмсақ. Мынау нан қатып қапты. Қаншадан наныңыз? Сіздікі ше? Мына нан қаншадан? Мынау нан қатып қапты. Наныңыз қаншадан дейм? Сіздің наныңыз қанша тұрады? Қатып қапты ғой. Наныңыз қаншадан? 120 сом, саған 100 сомға берем. Апа, мына қыздың даусы әдемі екен. Менің наным жақсы, дәмді. Хуршет, балам-ау, қыздың даусында тұрған не бар? Нан нашар шығар. Тәте, менің наным расымен де жақсы. Өзіңіз дәмін көріңізші. Алыңыз, өкінбейсіз. Жаңа ғана пісіріп әкелдім. Апа, оның даусы жағымды болса да, наны қатты екен. Тәте, анар алыңыз. Алма алыңыз, алма. Мынау әлі піспепті.
Сен Сағдатсың ба? Қалай біліп қойдың? Сенің бетің алмұрт сияқты. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлем, Сағдат. Мен сенің шегіңді сатып алайын. Ал сен Хуршетті автобус аялдамасына дейін апара аласың ба? Жақсы. Жүр. Сағдат, иә, Хуршетті аялдамаға жеткізген соң, жүргізушіге айт, оны қарап отырсын. Жақсы. Апа, мен ыстықтап кеттім. Хуршет, мен саған мақта жұлып берейін. Автобусқа отырғанда оны құлағыңа тығып аласың. Хуршет? Хуршет? Я. Сен автобусқа отырғанда құлағыңа мақта тығып ал. Әйтпесе тағы бір әдемі дауыс естісең, ойланып ап, адасып қалып жүрерсің. Жақсы. Сен мені түсіндің бе? Автобусқа отырғанда ештеңе естімес үшін қолыммен құлағымды жауып алам. Өйткені әдемі дауыс естісем, адасып кетуім мүмкін. Егер адасып кетсең не болады? Бастық мені жұмыстан қуып жібереді. Хуршет, автобус келе жатыр. Сәлеметсіз бе? Сәлемет пе? Сіз ана баланы апарып тастайсыз ба? Қайда апару керек? Соңғы аялдамаға дейін. Жақсы. Сіз оған қарап қоясыз ба? Ол баланың көзі көрмейді. Басқа аялдамадан түсіп, адасып кетпесін. Қарап отырам, уайымдама. Міне, ақшаңызды алыңыз. Рахмет, сау бол. Жолдарыңыз болсын. Кешегі өткен жағдайды енді қайтып еске алма. Ертеңгі болар жайт үшін бекерге жылап қайғырма. Өткен шақ пен келер күнге сені артып алданбай. Бүгінгі сәтпен шаттана біл. Тыңдашы, мен жаттап алдым. Кешегі өткен жағдайды енді қайтып еске алма. Ертеңгі болар жайт үшін бекерге жылап қайғырма. Өткен шақ пен келер күнге сені артпа, қайғырма. Сені артпа, қайғырма. Өткен шақ пен келер күнге, өткен шақ пен келер күнге. Сені артпа, сені артпа. Бүгінгі сәтпен шаттана біл. Өміріңді зая етпе бекерге. Өміріңді зая етпе бекерге. Сен бұлай оқыма, тезірек жаттап алсаңшы. Кешегі өткен жағдайды енді қайтып еске алма. Ертеңгі болар жайт үшін бекерге жылама. Қайғырма. Өткен шақ пен келер күнге сені артып алданбай. Өміріңді зая қылма бекерге. Бүгінгі сәтпен шаттана біл. Өміріңді зая қылма бекерге. Бүгінгі сәтпен шаттана біл. Өміріңді зая қылма бекерге.
Бүгінгі сәтпен шаттана біл. Өміріңді зая қылма бекерге. Бүгінгі сәтпен шаттана біл. Өміріңді зая қылма. Өміріңді зая қылма. Өміріңді зая қылма. Түсіндің бе? Өміріңді зая қылма бекерге. Бүгінгі сәтпен шаттана біл. 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 Өміріңді зая қылма бекерге. Сіздің көзіңіз көрмейді ғой, бірақ оқуды қалай үйреніп алғансыз? Көзім басымның ішінде, тек ойланып көз алдыңа келтіру керек. Егер көзіңді жұмсаң, есіңе жақсы сақтайсың. Сендер көздеріңді жұмып тұрып, соңымнан қайталаңдар. Кешегі өткен жағдайды, енді қайтып еске алма. Ертеңгі болар жайт үшін. Бекерге жылап қайғырма. Өткен шақпен келер күнге. Сенім артып алданбай. Бүгінгі сәтпен шаттана біл. Өміріңді зая қылма бекерге. Бүгінгі сәтпен шаттана біл. Мектептен өтіп кетіппіз. Ағай, тоқтаңызшы. Біз мектептен өтіп кетіппіз. Автобусты тоқтатыңызшы. Біз мектептен өтіп кетіппіз. Мектептен өтіп кеттіңдер ме? Қарашы, біз мектептің жанынан өтіп кетіппіз. Тоқта, бұған сен кінәлісің. Тоқтаңызшы. Мектептен өтіп кеттік. Тезірек тоқтатсаңызшы. Біз өтіп кеттік мектептің жанынан. Хуршет, я. Шықсаңшы. Сен бүгін уақытылы келдің ғой. Бүгін автобуста әдемі дауыстарды естімедің бе? Естідім, қыздардың дауысы әдемі екен. Жейтін бір нәрсе әкелдің бе? Нан әкелдім. Тағы не әкелдің? Шие әкелдім. Шие дәмді ме? Иә. Хуршет,
Хуршет? Хуршет. Abi çok ne kodu bu ya? Ne dedi mi? Ötse koydu. Надира! 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 Хуршет, адасып кеттің бе? Иә, кешігетін болдық қой. Кеттік.
Хуршет? Біз келдік. Ақсақалдан қорқам. Егер ол ұрсатын болса, Хуршет адасып кетті деп айтамын. Жарай ма? Мә, құлағыңды жауып ал. Айғайласа қорықпа. Иә, осы нөмірді теріп жатырмын. 3, 1, 5, 4, 1, 2. Иә, қазір. Бүгін неге кешіктіңдер? Автобус кешігіп келді. Автобус күнде кешігіп келеме сонда? Сен қазір не естіп тұрсың? Оның неге естімей тұрғанын айтшы. Хуршет, сен қазір не естіп тұрсың? Араның ызыңын. Ол араның ызыңын естіп тұр. Ара гүлге қонды ма, әлде жуындыға ма? Оның қайда отырғанын білесің бе? Ол жуындының үстінде отыр. Ара жуындының үстінде отыр. Араның жуындыда отырғаның қайдан білдің? Оның даусы нашар, сасып тұр. Даусы неге нашар? Араның даусы неге нашар? Өйткені ол гүлдің иісі жаман. Өйткені аралар иісі нашар гүлге қонған. Өзің сияқты де. Өзің сияқты. Егер ара нашар гүлге қонса, онда не болады? Оның балы нашар болады. Егер балы нашар болса, онда не болады? Оны жұмысынан қуып жібереді.
сәлеметсіз бе? Сәлемет пе? Bravo. Барда оған аспаптарды күйіне келтіріп қойсын деп айт. Жақсы. Алло? Сіздерге қанша рубап керек еді? 20 ма? Жақсы. Қанша тару керек? 10 ба? Жақсы, жарайды. Хуршет, аспаптың дыбысын дұрыста. Сен жуындыда отыратын аралармен көп сөйлеспеуің керек. Әйтпесе даусың бұзылып кетеді. Сен кеше ұшқан кезде ғыз деп жүрең. Ал енді уз дейтін бопсың. Мен сені үйден қуып жіберем. Хуршет, не болды? Соғыс болған кезде 900 сом $30 болған еді. Ал қазір 900 сом $1 боп қалды. Сол үшін пәтерақыда қымбаттап кетті. Мен енді не істейін? Өзің танитын қариядан бір айға қарыз сұрай тұрсаңшы, біз қожайынға ақшасын беруіміз керек.
Ай, бауырым. Бауырым, не? Мына әуен қайдан шығып жатыр? Не? Мына әуен қайдан шығып жатыр? Ана жақтан. Қай жақтан? Барш, ана жақтан. Тынышталыңдар. Ай, бала, бері кел. Балақай, Я, әлгі ақсақалдың шеберханасында жұмыс істейтін бала сенсің бе? я. Сені ақсақалға айтып бар. Егер ол аспаптарды дұрыстап жасамайтын болса, біз одан енді қайтып сатып алмаймыз. Тарды бері әкелші. Олардың бәрі күйіне келтірілмеген. Сондықтан бұл жарамайды. Егер бұдан кейін де осылай жалғаса берсе, біз басқа жерден сатып аламыз. Ақсақалға солай деп айтып бар. Мына аспапты ал да бара бер. Дайынсыңдар ма?
Хуршет? Ана шал сені жұмыстан қуып жіберді. Ол ақша алам деп дәметпей ақ қойсын дейді. Тұр, автобуспен үйіңе салып жіберейін. Жоқ. Неге? Қожайын күн сайын үйге кеп, есігімізді қағып тұрады. Егер біз оған ақшасын бермесек, ол бізді далаға қуып шығады. Анам 4 күн қалды, ана шалдан 1 айлық ақшаңды ал деген еді. Мен қалайда ақшамды алуым керек. Мен бұл жерден сол себепті кете алмайым. Қожайын есікті қалай қағат дедің? Бо-бо-бо-бо. Бо-бо-бо-бо? Жоқ, олай емес. Бо-бо-бо? Бо-бо-бо-бо. Бо-бо-бо-бо. Хуршет, балам. Енді тек 3 күн қалды.
Тоқта! Тоқта! Тоқташы! Тоқта! Қайда барасың? Анау арбаны қуып жетуім керек. 10 сом төлесең жеткізейін. Сен соншама автобус бедің. Бір аялдама 1 сом тұрмайды ма? Бір аялдама 3 сом тұрады. Жоқ, 2 сом. Жақсы, отыр. Бір аялдама 2 сом тұратынын ұмытпа. Сегіз сом болды. Барлығы 10 сом болды. Болды, мен шаршадым. Сәлемет пе? Сәлем. Сен бұлай ұрма. Мен айтқандай етіп ұр. Бом. Қалай? Сен дұрыс ұрып отырған жоқсың. Мен айтқандай етіп ұршы. Бом. Баршы. Сәлем. Бұлай ойнамашы. Аспапты дұрыс ойнап отырған жоқсың. Әдем ойнау керек қой. Бо-бо-бо-бом. Маған ақшаңыз керек емес. Мен тек аспапта дұрыс ойнағанды ұнатам. Ей, ол ақша сұрап тұрған жоқ. Сендер аспапты дұрыс тартпайсыңдар дейді. Түсіндің бе? Ей, бала, бергеш. Тыңдаш, мына даңғыраның дауысы жақсы ма? Жоқ. Жоқ. Ал мынау ше. Дұрыс күйге келтіру керек. Жоқ.
Ақсақал сені кеш келеді. Және аспаптардың құлағын дұрыс бұрамайды дейді. Сондықтан сатып алушылардың бәрі аспаптарды қайтарып жатыр екен. Сенің кесіріңнен көп шығынға ұшырадым дейді. Ол сені жұмыстан шығарды. Хуршет, я. Қане тұр да, маған ер. Жоқ, ана шал жаман. Ол мені ренжіте береді. Соған бола мұңая берме. Ақсақалдың қазір көңіл хошы болмай жүр. Оның ұлы соғыста қаза тапқан екен. Содан қатты қайғырып жүр. Қане жүр, өзенге барып қайтайық. Хуршет, мен қорқып тұрым. Неге? Осы жерде бір адам автоматпен отырады. Ол қыздардың орамалсыз жүргенін көрсе қатты тұрсады. Одан да ана жақпен жүрейікші. Я сөйтейік онда. Хуршет, біз дұрыс жолмен жүрмеппіз. Әлгі қару ұстаған еркек осы жақта отыр екен. Енді не істейміз? Тез-тез өтіп кетейік. Хуршет, мынаны ұстай тұршы. Бұл не? Айна. Ол не үшін керек? Өзіңді көру үшін. Мен айнадан өзімді көрем. Оның ішінде мен де барым ба? Иә. Мен қайдамын сонда? Мынау сенің бетің. Мынау сенің қасың. Мынау мұрның, ал мынау аузың. Бұл сенсің, Хуршет.
қалдырдың ғой. Кешірші мені. Хуршет, мен кетейін. Қазір ақсақал ашулы болып жүр. Көңілі көтерілген кезде онымен сөйлесіп, сені алып келем. Жақсы. Хуршет, балам, бір-ақ күн қалды. Мұнда кеше бір адам тарда ойнаған еді. Сол кісіні көрмедіңіз бе? Жоқ. Саған не керек? Осында бір адам тар тартқан еді. Соны көрмедіңіз бе дейім? Жоқ. Сіздер тарды тартқан адамды көрмедіңіздер ме? Ол балам әлде ересек адам бет? Ересек адам. Оның тары әдем мет? Иә. Мен сондай бірақ қайыр сұрап жүрген адамды көргем. Ол 2 ай алданма ерте түсіп қалған болатын. Оның тары аспап әдем болды ма? Иә. Тоқтаңызшы, түсіп қалайын. Сіз тары аспабын жақсы ойнайтын ер адамды көрмедіңіз бе? Жоқ, көрмедім. Сіз осы жерден музыкант кісіні көрмедіңіз бе? Жоқ, кел, отыра ғой, көрмедім. Оны қалай тапсам екен? Оны не үшін іздеп жүрсің? Кеше сол кісінің кесірінен адасып қалдым. Ал ұстазым кешігіп келгенім үшін жұмыстан қуып жіберді. Мен оған өзімнің кінәлі емес екенімді, бәріне әлгі адамның музыкасы кінәлі екенін айттым. Сонда ұстазым оны алып келді. Шынымен де солай болғанын дәлелде деді. Сіз оны көрмедіңіз бе? Жоқ, көрмедім. Тоқтаңызшы, мен түсіп қалайын. Тоқтаңызшы, мына бала түсіп қалсын. Сен қайда барасың? Бұл автобуста тарды жақсы тартатын кісі жоқ па? Жоқ, шық қане. Енді не істемексің? Менің күйеуім Ресейге кеткен еді. Бірақ содан қайтып оралмады. Маған қарайласатын басқа ешкім жоқ. Мен мүлдем жалғыз қалдым. Сол үшін де осы жақтан кете алмадым. Саған мен де көмектесе алмаймын. Өзімнің де Ресейге кеткім келеді. Бірақ ешқандай ақша жинай алмай, содан кете алмай жүрмін. Оның үстіне мені ол жақта ешкімді күтіп отырған жоқ. Сондықтан саған еш көмектесе алмаймын. Кешір.
Мен пәтер жалдап тұрып жатырмын. Бірақ қазір қожайын мені қуып жатыр. Өйткені пәтер аққа беретін ақшам болмай тұр. Сіз маған ақша бере алмайсыз ба? Менде қайдан ақша болсын? Мен зейнеткермін ғой. Нанның өзіне әрең жеткіземіз. Бізде мүлдем ақша жоқ. Саған қалай көмектеспекпін? Мен кеше таңертеңнен кешке дейін осында отырдым. Бірақ балық ұстай алмадым. Иә, мұнда балық өте аз. Өзімде келіп, 2-3 күн отырғанда, бір балықты әрең ұстасам, соған қуанам. Бұл жерде балық өте аз. Ақсақалға менің кінәм жоқ екенін айтшы. Мен адасып кеттім. Енді кешікпейтін болам. Хуршет, я. Ақсақал шеберхананың есігін жауып кетіп қалды. Ол басқа оқушы іздеуге кетті. Егер ол ертеңге дейін ақша тауып, баспана ақысын төлемесе, қожайын олар далаға қуып шықпақ. Ал сен әкеңе, яғни ақсақалға баланың қандай қиындыққа тап болғанын айтпадың ба? Ақсақал маған жай ғана қарайды. Ол менің әкем емес. Мен сенің кесіріңнен кешігіп қалдым. Сен тартқан әуенді тыңдап жүре беріппін. Мен әрқашан құлағымды мақтамен жауып жүрем. Сен мені кешірші. Егер жаныңда мен болғанда адасып кетпейтін ең. Ештеңе етпес, қызым. Қазір достарыма барып, солармен ақылдасып көрейік. Yeneng bir avadağına git garip durmağın mundu gele.
Білесің бе, Хуршет, Нені? біз ертең сенің үйіңе барамыз да, пәтер қожайынына тегін өнер көрсетіп, сендерді үйінен қуып шықпауды өтінеміз. Жоқ, Неге? өйткені қожайын музыканы жақсы көрмейді. Неге олай дейсің? Қожайын ақшаны жақсы көреді. Музыканы бәрі жақсы көреді. Бірақ біз бәрібір сенің үйіңе барып, қожайындарыңа өнер көрсетіп қайтамыз. Бәлкім, ол аздап жұмсарып, сендерге ақшаны кейін төлеуге мұрсат беріп қалар. Егер сіздер оған ақша берсеңіздер, ол оларды қуып шықпайды. Надира, қызым, егер біздің ақшамыз болса, біз осылай ел кезіп жүрер ме едік? Хуршет? Иә. Қайық сендердің үйлеріңе қарай жүзіп барады. Ал қайықта кім отыр? Бір дәу еркек отыр. Хуршет? Иә. Қайық сендердің үйлеріңнің жанына тоқтады. Әлгі еркек сенің анаңмен сөйлесіп тұр. Ол не айтып жатыр екен? Білмеймін. Хуршет, ана еркек сенің анаңды ренжітіп жатқан сияқты. Ол заттарды қайыққа тасып жатыр. Анаң барлық затымен бірге қайықпен бізге қарай жүзіп келе жатыр. Мен алысқа кетіп барам. Аттың шапысындай барынша қаттырақ тартыңдаршы. Хуршет!
Ай бала! Ай бала! Бала! Үлкен қазанды бір рет, ал кіші қазанды 3 рет ұрасың. Иә. Үлкен қазанды бір рет, кіші қазанды 3 рет ұрасың. Түсінікті ме? Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында аударылып дыбысталған. 2020 жыл.